саламатсыз, кеңеш кайсыңар? Бәрге сәлем. Не әңгіме жобасына қош келдіңіздер. Жалғыз шабол құртты. Балды, енді ұрмайм өмірді. Жана кім машина алдым деген, есімің кім? Есімің кім? Арсен, мен сені орындайды қатты қуанбаушы едім. Mazda 323 ба? Қай жылғы машина? 98. Мені екі жас қана кішіген. Міне, жүргенінен сынғаны көп болды ғой оның. Жүрмейді ғой сол. Алдым ғой. Жо. Не? Маған ешкім әперіп атқан жоқ. Сәлден кейін Тикон қасына не дейсің? Білмеймін. Мен өзім тоже 99-бен жүрдім. Андай сынып, просто келем де тоқтайым. Жүріп тұрған машина. Машинаны сөндірем, магазинге керем, бірден алам, келем де отырам да бұрайым. Завод етілмейді ғой. Құрып кетсін дедім да, сөйтіп. Сен өзің алған машинаң бет ол. Ау? Өзіңнің алған. Ата-анам сол кезде. Видишь, ол өзі алып тұр да, ол сынып қалса да шың. Өз-өзіне боқтай ма? Зато өз машинам сында. Сол ғой. Сен былай істеуің керек еді. Қанша қалдың? Ләмді, миллион теңгеге ма? Миллион қалды. Кетші бар. Миллион теңге? Миллион, бірақ кредит қалдың ғой еще, Наличный. Одан да не вложение жасауға болушы еді қайды. Менің ойымша, жүрмейтін машинаға салғанша ақша. Сенің машинам... Мыңғырақ оңай карточкасын алып, любой момент, я угощаю деп кіріп, жүруге болатын еді. Тиконның мынандай мысылдарымен, егер мен Тиконның машинасы болса, мен де сынып қалатын ема. Магазинге кетті ғой, болды, өспеймін, қосылмаймын мен ма. Сондай машина. Миллионға машина алдың, енді 2 миллион керек ремонтқа саған тағы да, чтоб жөндегенге. Да. 10 миллионға 10 машина сатып алып, ойнат жіберсей. Отписка істегендердің арасынан. Наоборот, ше. Кім маған не подписан, соларға сыйлайын дейсің да? Не көп? Әзіл көп. Миллионға машина. Жақсы. Жайка, сен машина қанша тұрады? Қайсысы именно? Еще Жека машиналар бар ғой, еще Жека өзі де бір машина ғой. Мен қазір мысалға әйеліме бір китайский машина алып бердім. Қандай? Китайский ма? Иә. Дипал деген. 07 деген Дипал. Өте жақсы. Иә. Оны қалай алдым мен? Қараңдар, как есті айтамын. Қайната приданный орнына машина подать еткен. Соны бердім. Үстіне тағы рассрочкаға ақша қостым да. Сөйтіп қалғанын рекламамен еще отрабатывать етемін. Или миллионға машина алсаған дұрыс па? Что-то әңгімесі ұзақ болып кетті. Қаншаның, примерно қаншаның машинасы? 20-30? 13 миллион. 13 миллион. Бірақ Қытайдың 13 миллиондары мощный да, қазір? Иә, анау тема сындым мен машина. Любой жердің 13 миллион жақсы. Сен бар ғой, сен 13 миллионға 13 Mazda алуыңа болатын еді да? Угощаю деп па. Жоқ, айдака айтасында, анау сын қалды ғой. Ой, дейсің да, просто басқа машинасына отырасың да, Mazda кете бересің ғой. И тоқтамайсың. Көшпелер анда баяғыда 2-3 атпен шауып жүрген ғой. Машина жақпаса келесін сен кетеді. И андай Дагестан бәр жерде машиналарың тұрады ғой. Самокат секілді жүре бересің. Самокат сияқты ашасында. Мына жерлерде машинам тұр менің. Күшті ғой, осындай өмір хочу. Қазір прям. Біз наоборот самокат іздейміз ғой, қай жерде тұр екен деп самокат. Сөйтіп самокатын, менің де машинам бар айтпақшы, самокатын машина ғой менікі. Но зато андай любой жерде де қаланың ортасында. Сынып қалса тастап кете саласың. Или че сендер жөндейсіңдер ма самокатты? Көрмеппін, самокат сынып қалған адам, ойбу деп ана жерде жөндеп, өтірік фотоға түсіреді, давай деп басқасына отыра салады ғой. Мен сондай жаман адамдар. Анау самокатты алған кезде соңында суретке түсіру керек қой. Мен всегда селфиға түсіп жүрмін. Мен нормально қойып кетемін ғой енді. Нормально қоямын да, сөйтіп өз-өзім түсіріп жүремін. Вообще қабылдай салама не ол? Иә, қабылдана. Болды, мен ё-моё, ана ішіндегі самокаттың формасына бет.
деп ана формаға келдіріп самокат деп түсіріп жүрмін ғой мен. Мен всегда самокатпен жүрген кезде былай селфи бүйтіп түсетін. Самокатты қойып тұрып и осылай түсетін. Всегда. Ола ма не сөйтіп қарамай ма не олар? Қабылдай береді, бәрібір. Қабылдай береді олар. Ол андай ғой, самаменді түсіресің ғой, самокат деп. Не деген ми мынау? Вообще, Не дедің? Не важно, оны қайталасақ онша емес болып қалды. Анда бірінші ретте күшті естіледі да бұл. Мен самокатпен бар ғой, Алматыда жүру кайф екенін түсіндім. Тек қана Алматыда. Басқа қалада жоқ қой. Қазақстанның басқа қалаларында самокатпен жүру ерен еңбек қой, білесіңдер ме? Кәдімгідей еңбек, еще жүретін жерің бір 200-300 метр ғой өзі. Мысалға мен Алматыдан кейін Семейге бардым, как раз самокаттар пайда бола бастап жатыр екен. И ол жақта развлечение ғой, андай ғой, площадьта тұрады самокаттар. И площадьта адамдар площадьта ғана бүйтіп айналады да, сол жерге келіп қайтадан қояды. Прикинь? Потому что мысалға мен үйге дейін барайын десем, адам жүретін жол жоқ қой. Самокатпен жүретін тем более. Сол ғой тұрған, иә. Жалпы жол жоқ десе, иә. Жартылай самокатты көтеріп өзің тасып, анарада қуып кетесің да. Лучше самокатқа отырмай қойған жақсы. Сондай екен. Алматыда сен шыққаннан баратын жеріңе дейін самокаттың жолы бар, бүйтіп баруға болады. Сондай күшті андай. Бағалау керек сол нәрсені. Бағалау керек. Самокат бағалау керек дегенге жеттік па, короче. Күшті. Анау сендер площадьта тұрған самокат анау сияқты ғой, баяғыда паркке барған кезде кішкентай ойыншықтар, машиналар болатын еді, балаларын отырғызып, айналып келіп, қайтып келіп тапсырасың деген сияқты болып тұр ғой сендерде, иә? Мен түсіндім неге Алматыдан да 2 адам отырады ғой самокатқа. Мен түсіндім. Мен түсінбеймін. Мысалға регионнан келеді ғой, басқа қаладан келеді. Ол жақта неге 2 адам айдайды самокатты, потому что адам жүрмейтін жермен иногда көтеріп бүйтіп апару керек қой ана жаққа. Екеуі бірге көтереді, алып барады, и ойлайды, Алматыда сондай деп ойлап қалады да олар просто. И екеуі мінгесі болады бүйтіп. А вдруг типа? Тамаша. Бірақ бір байқағаным, аямайды екенсің ондайларды. Мен бір рет, короче, көшеде келатырмын, 2 самокатта 2 адам отырып айдап келе жатыр бойынан. Анау Қызылжанда үлгермей қалды ма, білмей бірдеңе болды. Қатты тұрмыз берді, екеуі бүйтіп гөмп етіп құлады. Тамаша көрініс. Гөмп етіп құлады. Жақсы болыпты дедім. Мен андай, дедім да. Өй деген жоқпын вообще. То есть аямайды екенсің. Хорошо, что сен барып ұрған жоқсың дальше. Осы керек еді сендерге. Өзіңнің нервіңе тиетін нәрсені біреу істесе, сен өзіңе рұқсат бересің де оларды аямауға жалпы. Жақсы болыпты деп ше. Сауап дей салатын бар еді осындай. Күшті ғой, бірақ 2 адам құласа. Мен егер 1 адам құласа ше, сразу біліп алайық сен мнениеңді. Сен любойна молодец дей бересің ба, или 1 адам құласа ойбу дейсің ба? Қазір сезімін тексереміз. Жоқ, 1 адам құласа ойбу дейсің ғой. Болды. Просто ана ойбуың андай, не от души ойбу болған. Ойбу деп бары. Жоқ, сен чуть-чуть аямай тұр ғой. Ойбу, ладно. Аха. Өлген жоқ қой, главное. Сенен аяушылық сезімді қалай айтамыз сонда? Кредит төлеуге бір күн қалды, ақшаң жоқ, мысалға. Деп айтсам саған солай. Мен сені уайымдаймын. Ё-моё, кредит төлеуге ақшам жоқ, бір күн еще плюс самокаттан құлады. Екеуі бірге. Сәл-сәл бүйтіп. Ойбу. Бірі аяп, бірі аямай қалады. Жалпы уайым деген темадан шығады. Мысалға, байқайсыңдар ма, уайым жасың өскен сайын қатты көбейеді екен. Мен қазір мысалға маған біреу звондаса, мен қатты тревогада. То есть маған жақындарымнан біреу звондаса, алғым келмей бүйтіп. Алло деп андай. Потому что нормальный бірдеңе болса, андай звондамайды ғой. Просто так звондаса да уайымдайсың. Сендерде ондай жоқ па, телефон? Өте күшті нәрсе. Но біреу звондаған кезде уже как будто проблема мен звондап жатқан сияқты болған адам. И то көп звондамаған адам болса, вообще мынау жындыма не сұрайын деп жатыр. Жоқ, кім өлді деп. Андай категорияларға бөлесің ғой адамдарды. Андай адамдар болады звондаса. Алло. Мына явно ашин звондап жатыр. Іш пысқаннан. Андайлар болады звондаса деп минусын басып қарап бүйтіп. Құдайдан қорыққаннан көтеретіндер болды. Үйде жатсаң да бүйтіп настрой жасап, алло, ассалаумағалейкум, қалайсыздар аға деп андай. Иә, шауып жүрген сол, иә, тез, деп. Мен таңертең всегда осылай жауап берем адамдарға. Как будто бағына 8-де тұрып алған құсап. Біреу звондайды ғой, иә, деп. Әйтпесе төсекте жатсың ғой. Сөйтіп сәл-сәл ерте тұрған адам құсап. Біліп қояды екен, бірақ кейбір адамдар бар ғой. Қалай сен былай телефонды алмай жатып бір ойнатып көресің ба соны? Мен бағана Айгер звондады да, мысалы, осы шоудың продюсері, мен ұйықтап қалдым.
ауырып жатқанмын ұйықтап қалдым сөйтіп звондап көзін андай болады ғой бір жарты сағат ұйықтап алайыншы деп ұйықтап қалсын оянып қалсаң қараңғы болып кеткен терлеп кеткенсің нос киім қолыңда не болды тоқтай тұр нос киім қолыңда қалай нос киім қолыңда мен ана американский кино қарап өскен адам чуть-чуть басқа зат ойлап жатырмын тез етіп айт. Так, я просто гиперболизирую, брат, просто. Не в прямом смысле, андай, просто андай. Рандом, қаяқта жатқанды ұмытып қаласың ғой. До того, типа, нәскиің құлағымда деген сияқты ғой. Солай асыра сілтеп жатыр, ол тура мағынада емес тілеген. Бірақ тілеген үйге барып нәскиін бір киіп көреді сияқты. Қалай бұлай ұйықтауға болады деп. Жо ұйықтайтын кезде носкиін қасына қойып ұйықтап. Ладно, бүкіл киіміңді шешіп, носки шешуге ұмытып кетіп ұйықтап қалдың десең, еще больше жарасады. Андай оян кетесің, аяғың терлеп жатыр, ыстықтап деп. Жоқ, сондай мем бар, брат, просто. TikTok'та, USA TikTok. Are you watching? So. Сөйтіп мен оянамын да Айгерім звондап жатқанын көремін. Айгерім біледі мен ұйықтап жатқанын көтеріп, алло дейсем болады ғой. Жоқ, ана телефонды алып, алло деген соң. Сөйтіп не істеп жатсың десе, ұйықтап жатырмын деген соң. Тупой да вот, уже привычка ғой. Өз-өзін бірден ұстап бердің ба? Алло дедім да бірден қолын қайырдың ба? Бүйттің ба? Қолыңда носки ба былайнан? Сөйтіп, алло да, бәрі жақсы сөсеу деп. Қаз барам деп, былайнан қолымен бүйтіп тұр. Олай жүріп кету бәрімізге арман. Анау видеоны көріп пенде, подъездің қасында бір мужик сабын ұстап тұратын ше. Я анау кеп, ты что делаешь тут десе? Подождите сейчас деп, серьезно. Это у тебя в руке мыло десе, да у меня телефон завис просто сейчас деп. Ол уайымдағаннан сөйтіп өстерін білмей. Андай бар ғой еще, ГАИ тоқтатып olsa, пачка темекін ұстап. Алло. Алла, Руслан дейді бар ма? Аха, Руслан подъедь. Руслан подъедь. Игорек, прокуратура дейді. Ой. Қалай бұған кетіп қалдық? Жоқ, негізі ұйқыдан тұрған кездегі. Уайым деп бастағанбыз, Уайыммен басталды. Ұйқыдан тұрған кездегі моменттер ғой. Мен ұйқыдан тұрған кезде, кеше мынандай момент болады ғой. Ұйқымнан тұрамын да, бүйтіп. Мен ана үйде музыка ойналып тұру керек. Менде сондай нәрсе, чуть-чуть комфорт болады деп ойлаймын. Сөйтіп ұйқыдан тұрамын да, Алиса, поставь казахские песни деймін ғой. И ана қап-қараңғы комната. И ән қоймайды ғой анау. Алиса деймін ғой. Жынды адамдар заты ше. Я үндемейді. Сөйтем да, свет өшіп қалды ма, не болды деймін ғой. Бүйтіп жайлап заттарын үстен. Телефон әлі шұқылаған жоқпын бүйтем да, бүйтіп телефонды алғанда бүйтіп свет жақсам басқа комнатада ұйықтап отыр екен ба. Алиса ана комнатада екен да, сөйтіп свет жағып барып, Алиса ән қойшы, пожалуйста. Вообще, Алиса деген нәрсеге мен қатты қарсымын. Қорқынышты дейді ғой. Түнде сөйлеуі мүмкін дейді өзінен өзі. Алиса. Ұйқы сұрайтын Алиса болса сөйлейтін шығар ол. Менің Алисам нормально Алиса. Жоқ, мысалға сен холодильникке кетіп баратсың, түнгі сағат 3-те, например. Вдруг білмеймін, просто почему не спим? Деп айтуы мүмкін екен мысалға. Ондай кезде бір тебемін ғой мен. Бір тебесің ғой. Балконнан лақтырып жібересің. Андай өзің андай түнде 2-3 жерде уже ұйықтайын деп сотка шығып отқан кезде байқамай бір жын деген бір затты көріп қаласың, сөйтіп ана ұстап алады ғой сен, тағы көрсетемін саған ғой. Бүйтіп көрсетіп отырсың, жөліп тревога ұстап жатсаң андай Алисалар туралы кетеді ғой. Бір қыз, я не понимаю, что происходит, бүйтіп басаком бүйтіп қалса, Алиса әңгімені сыйлап беремін деп әңгіме айтып отырады, сосын уже Алиса жаны өтіп кетесің андай. Мен TikTok'тан көріп қалдым да, андай Алиса өзімен сөйлеседі, басқа тілде сөйлесе ма, и одан сұрайды, Алиса, в доме кто-то есть дейді, кроме меня дейді. Алиса тұрады да, может быть. Сол момент чемоданмен Какой чемодан, брат? Чемодан несі? И менің әйелім. Мен дүние қорыммен заттарын жинап. Анау, сразу кетіп қалатындар. Чемоданға. Мен анаяқта. Кешірім. Осы кофта үшін өліп кетсем, не жалко? Еще чемодан бәрін жинайсың, машинаға келіп отырасың, Маздан заводить етейін, сен заводить етілмей ма? Да, тілеген был прав, Маздан, рот. Сен зомби апокалипсис болса білесің ма, қашалмай қалатыныңды есі ішті. Джонни, убегай!
и аңсаған рядом на самокате. чемодан бір жағынан ұстап алған ба бір қолмен айдай аламын Еще бір мужикті алып алған прикинь алдына. и Екі адам екеуміз болып жүре береміз. иә и екеуміз құлаймыз да сосын тілеген ойбу дейді Екеуін құлайсыңдар да тілеген сауап бопты дейді, тілеген зомби тістейді. сосын біз сауап бопты дейміз сен өлдің соңында тірі қалдық Но мен вообще всегда зомби киноларды көргенде как будто өліп кете салған дұрыс секілді деп ойлаймын. Анандай қашып соңында бәрібір өлесің да көтің қиналып өлгенше бірден зомби болып кеткен жақсы. Араба болып жүрдер мына жаққа деп бүйтіп. Андай болады ғой, біреуге қарыз болып қаласың мысалға. И соны қаладан көріп қалам ба деген уайыммен жүргеннің өзі вертяк қой. Ана жақта 24-ке жетсең жеп қою мүмкін ше. Это же вообще же ужасно. зомби да мен мынандай Жоқ, анау зомби туралы айтқанымда, анау мен просто зомби болатын ба едім, жоқ өле салатын ба едім. Зомбиға айналып кетіп жүре беруге желание бар ма еді? Просто сен уже зомбиға айналып кетсең, как будто уже зомби екеніңді білмейсің ғой сен. Сен уже көптің бірісің, короче. Көттің кірсің. Прекрасно. Жоқ, мен просто зомби болсам ештеңке өзгермейтін сияқты. Әшейін ойдың бәрі тамақ жеу. қазір көп Қазір мына адамдар адамдардың айырмашылығы қандай? Бәрінікі тамақ жеу. маған өтті күшті мен зомби Сен бір күні самокаттан біреумен құласаң, ойбу деп айтам. ой рахмет көрдің ба аяушылық сезімін оятып отырық күшті зомби болса егер мен солай зомбиға қарсы адамдар болып жүреді ғой тірі қалғандардың арасында бүйтіп мынау тірі қалады ау дейтіндердің қасында жүру керекпін өйткені ана зомби киноларды көресің ғой ужас киноларда бүйтіп бір бала болады бірінші өліп қалатынын біліп тұрасың ғой мынау қазір өледі деген кезде уже келесінде өлтіріп атады ғой ананы сондай чуть-чуть сенімділеудің түрлерінің қасында жүру керек қой нет өлгім мен зомби мен фантазияма деймін наоборот мен тірі қалғым келеді да ең соңына дейін ана оружияларды істеп андай битаға шеге қадап и соңында мылтықпен атасың адамдарды күшті ғой андай деп кетеді мысалы тико мен зомби болып кетіп саған деп кетсе мен атып тастар ма едің Конечно. Ойланбады ғой, бір секунд ойланбады. сен зомби болмасаң да атып тастайтын сияқты айтты ғой Енді саған келіп жатқанда бүйтіп қандай проблемаң бар деп отырмаймын ғой мен. Сен зомби емес негізі, это все из детства деп отырмаймын ғой мен. Жа анау деп жатса рус мен ғой деп бүйтіп жайлап шүкір Рус шүкіршіккеген. мен ең мықты гримермен дос болып алатын едім. Сөйтіп түрімді зомби қылып алып, зомбилардың андай бір-екі зомбиді өлтіріп, соны үстіме жағып, далаға шығасың. Самозванец секілді жүресің ба? зомби самозванец жайлап кеп бір зомби кеп күшті парадисте екенсің деп жайлап жеп қойса сен пародияны жақсы саласың бірақ бұндай зомби керек емес бізге Анау тамада зомби сияқты. Саған бүйтіп айтса сосын зомбилардың бәрі біреуді өлтіреді деп жеп атады ғой. Сен былай тұра аласың ғой, жемей сен зомби емессің. Сол бәрі жеп атады да саған бүйтіп қарайды ғой. Жо мен айтымға барып жүр мен. Қасында накачанный зомби тұр ма? Мен анаған бүйтіп тартылсам. Сен если шын зомби болып кетіп одан кейін машинаның ішінде бір қол жеп отырсаң бір қол адамның біреу камерамен бүйтіп түсіріп алып сені айтымға жібереді сен қол жеп отырған күшті қандай бөрпи жасайтын зомби ше Бөрпи жасап қолы жыртылады. неге жемейсің Жоқ анау представил ше былай елестетіп көріп отырмын да действительно ана бәрі деп жеп жатқанда деп жүрді. Скетч секілді деймін да, просто елестетші. жоқ айтасың ғой үйден жеп шығамын деп Анау зомбилар бүйтіп қарайды ше сан. үйден әжешке мен аташкені жеп шығамыз сондай Андай пиалайдың бетін жабады ғой, болдың деп ше.
бәрі ана трубканың бетін жауып жатсаң. бәрі жеп жатыр ма? бәрі Ауыз тиімді да жеп шығамын деп. Аға, нан істейін деп. бәрі келіп жеп жатса сен былай Бәрі жеп жатады. Қанша калорий надо десе. Болды, зомби. Еще жеп жатқанда анау ақайлап жатады ғой адам. Деп, еще сен зомби емес екенін біліп тұрады. Неге? Деп болды. Бағана мен қоя салу керек. Болды, зомби өлді. Бұның бәрі негізі уайымнан шыққан еді. Мен уайымдамайды екенмін зомби. жоқ просто мен неге Алиса колонканы алғым келмейді менің әйелім маған мазамды алады Алиса колонка алайық Алиса колонка алайық Алиса колонка алайық Алиса колонка мен шаршадым уже Интернетке қосылған жоқ. Алиса құлақ колонка айта бергеннен уже шаршап қаласың да просто Алиса колонка Алиса зачем потому что ертең екеуміз мысалы әйеліммен мен спальняда жатамын Алиса ана жақтан тұрады да бірдеңе деп сөйлеуі мүмкін да әйелім тұрады да барып көріп келші дейді маған айтады өзі тұрып че там деп бармайды мен жауаптымын да соңында а мен не хочу онда ответственный сөзімен мен бірдеңе сөйлеп жатқан комнатаға кіріп келіп everybody heal деп зачем кіріп бүйтіп Алиса мына жерде біреу бар ма деп сұрау мысалға ашын келдім Алисаны терезеден лақтырып жібердім сөйтіп ютубтан құран қосып кетіп қаласың примерно сондай ғой или Алисаға қойғызасың. Андай ғой. Алиса прикинь Алисаны оқытып жатсаң Чуть-чуть. атың кәм Чуть-чуть акцентпен жауап береді. айтыпсың ғой типа құран қойып қоясың орнында дейсің ғой мұндай болатын ба еді кішкентай кезінде бір заттан қорқып жатасың да әжең айтады бісміллә деп айт деп бүйтіп кетіп бара жатсың да бісміллә одан сайын өз-өзіңді одан сайын қорқасың да бісміллә деп өз-өзіңді қорқытып ондай иә сондай еще ауылда өзің туалетке жүгіріп барасың туалетте айтуға болмайды иә туалеттің ішінде защита жоқ как будто вообще мен өмірдегі ең үлкен страх қандай қорқыныштардың біреуі Алисадан бөлек ауылдың кезінде ана туалет всегда ол жақта далада андай қораның жанында сондай ғой ол бір 4 километр жүріп бару керек сондай ғой обязательно андай хоррор жерге қойып қояды иә так қай жер қорқынышты болады түнді күтейікші еще қап қараңғыда төбесіне бір лампа жайнады иә оны үй жақтан чық қосасың чық деп жағылады аяқта анда еще қатты жаңғысы келмейтін лампочка болғанда әлсіз аха міндет болып жанатымды аладан Күшті, мен Жека жана алмайтын светті жақсы көрсетеді екенсің. мектептегі ұзын лампочка болушы еді қорқынышты ма ұзын и бүйтіп сөйтіп всегда туалеттен шығып анда үйге қарай бара жатасың ғой и өз-өзімді уайымдамауға тырысатынмын андай так жүгірмейсің ештеңе сен қол кетқан жоқ қорықпа деп бүйтіп кетемін да жаймен тездете бастайсың ба үйге жақындағанда жүгіре кетемін бүйтіп артынан как будто біреу қуып кетқан секілді қашамын ой мен қатты әлі күнге дейін ауырамын әлі күнге шейін қорқамын мен сен де сондайсың ба иә мен тек қана мен тек әйелім қасымда болса мен приходится мужик болуға былай өзім жалғыз қалсам светтің бәрін қосып қоямын мен иә сен де сондайсың ба иә Екеуің үйленсеңдерші тағы да. жоқ турларда мысалы отельдерге барасың да бүткіл светті бақырайтып қоясың ба сөйтіп светтің астында көрпемен бүйтіп ұйықтай алмай иә ұйықтап кетесің еще мен көзін жауып ұйықтаймын мен андай бір нәрсе қойып қоямын да көзіме что бір нәрсе болса алып жібересің да жап жарық даже анау монстр келсе де жарық жерде уже и че Қорқынышты дейсің емес па? ондай Сен сонда қатты 30-ға келіп әлі монстр келсе деп. Иә? Молодец. Күшті монстр дейтінге сенетіндерің ше? жоқ монстр деп айтсаң күшті андай монстр десең бірақ андай монстр деп айтсаң да ішіңдегі не фантазияң жан иә сол жын дегенді айтқым келмей отыр ғой монстр ғой енді жын деп ойлайсың ғой сонда сендер болды. андай болған мен бүйтіп ұйықтап қалып ночной андай сонный паралич деген нәрсе болып кетті сендерде ойбой мен естідім бірақ көргенсіңдер ма бір нәрсені сондай кезде бір рет көргенмін одан кейін түсініп алдым қалай оянып кету керек екенін саусақ деп саусағыңды бүйтіп жіберсең оянып кетесің ал былай десең бүйтіп Саусақтан бастау керек па? мынау екен ғой оказывается бүткіл күшімен бүйтіп жіберсең оянып кетесің а денең бәрін қозғалсаң ең біріншіден деп отырсам
мынандай бас қой, үлкен бас алдыма келіп бірдеңе деп айтып отырмын. Мама деп. Мама. Ұзын прикошка ана аяқтамын. Мен сені үйге қонаққандай қонуға никогда шақырмаймын деп шештім. Мен қонуға емес, былай да шақырмайтын болдым. Шай беріп, ал жақсы ұрыс сен қайт болды. Менде бұндай болмапты. Мен әшейін денем қимылдата алмай қалам, болды ешкімді көріп бүйтпеймін. Ана бір жас балдар, операторлар ғой, мен вайнымды жасап отыр да, монтажын. Сол жерде жатып ұйықтап қалғам ба. Жатырымдай қимылдайын десем қимылдаймын. Деймін, паника болып отырмын. Дұрыс қой, ұйықтап жатсың ғой сен. Деймін да бүйтіп. Деп ақайлап жатып оянып кетемін ғой. Кім шығады дедім ба? Ана балалар менімен жарты сағат таныс қой, брат, примерно ше, 1-2 сағат. Бірінші рет жұмыста. Бүйтіп. Бро, все норм. Нормально міне. Деп өйстіп отырмын ғой. Сол кей араласпай кетті соны. ұйықтамаңдарса сендер. Квартирасының атмосферасы ғой деп шештім. Біреуге жұғасы жаба салды. Иә, конечно, обязательно. Квартира атмосферасы решает, по идее. Решает. Жоқ, жалпы екеуің аз ұйықтасаңдаршы сендер. Оянғандарын қиын болып кетіп жатыр. Вообще, кімдердің ауылдарында бір тупой страшилка, елдің бәрі айтатын бір тупой страшилка. Бар ғой көп. Тұяқты қыз дейтін болды бізде Ақтөбеде. Ақтөбенікісің ба тоже? Жоқ. Тұяқты қыз бүкіл Сол пошамайды басталып кетті бірлет. И бәрі айтқан кезде, бір-біріне айтқан кезде андай шындық қосқысы келеді, как будто шын сияқты бәрі айтады, и как будто уже бәрі Ақтөбеде біз андай бір жылдары бәрімізде паника болды. Тұяқты қыз трассада жүреді. Мен и так шықақпынша, ана сол тұяқты қыз қанымды ішті, мен тоже шарбақпен үйдің арасы үлкен болды, частный дом ғой бізде. Да. Сол үйге жету үшін далаға шығып кету. Тұяқты қыз ба? Әкесі бір мал біреумен, мамасы мал біреумен жүрген ғой. Текті қыз дейді. Рет. Текті қыз, тұяқты қыз. Ситавик беді отыра, оны тұяқты қыз айтпаңдар дейді. Или реально тұяқты қыз кеп тұршы қазір бізге. Сосын. Сол история. Бля, ребят, перестаньте, деп, прикиньте, я... Аржақта тұрса бет. Вы что меня шеймите, деп? Это тұяқ шейминг, деп. И сосын бір видео шықты ғой, бүйтіп андай бүйткен бір қыз бүйтіп отырады, бүйтіп. Вот сол мен травма ғой. Инама дүния тана деп жылдатады, астында мына қыз баяғыда ана көрген кезде менде сестренкамда жарты жыл травма болды анау. Жарты жыл травма, и как будто бүйтіп. Неге ол жарты жыл ғана болды? Одан да көп, бірақ жарты жыл өте қатты травма болған. 7-ші айда уже спокойно жүрдіңдер ме олай? Андай бірінші жарты жыл қатты травма ұстап қалып, как будто бүйтіп терезеге қарап қалсаң, терезеден ана қыз деп шығып тұратын сияқты. Менде жос. Енді сөйтіп мадам бірдемесе деген какой-то бір художник. Кукла ғой, иә, кукла. Кукласы екен ғой. Восковая кукла. Восковая кукла екен ғой. Кім біледі, менде сонымен страшная история бар, кәдімгідей. Бірақ настроениені шамалы түсіріп кейін айтайын ба лучше? Жоқ, аңсаған бар ғой. Оны ше дәстүр подкастқа барғанда айтасың. Иә, сондай. Давай, қорқынышты ма? Иә, қорқынышты. Естіп алайық. Естіп алайық дейсің ба? Пофиг қой. Қорқпайсыңдар ғой, е? Онда бидик светті полный өшіріп тыңдайық. И жайлап бүйтіп аяғынан бүйтіп. Жоқ. Білесің ба, анандай бар еді ғой. Светін бәрін өшірейік, е? Жека ана астынан фонарик түсіреді ғой, білесің ба? Бетің қорқынышты болып тұрады ғой, астынан фонарик түсіргенде бетіңе. Былай да түсіріп қойшы қазір. Свет өшірмей. Жалпы мынандай әңгіме болған. Менің туған ағам бар еді. Туған ағам, ол бір моментте ауырып қалды, короче. Он енді шизофрения деп айтты врачтар. Бірақ мен сенем, оның ішіне жын кірді деп сенем. Жалпы. Сөйтіп 3 жыл біз... көк туды. Деп айтып жүрді ма өлең дегенім ғой. Можете спокойно шутить на эту тему, да. Сөйтіп жаңағы, короче, ағам ішіне кіріп кетеді. 3 жыл тұрамыз біз ағаммен, сондай состояниеда, түсін ба? Неге мен түнде свет қосып жаным, қосып ұйықтаймын. Кейбір кезде, короче, қазір енді күліп еске аласың ғой, 12-дейсің примерно. Ұйықтап жатасың да, менің ағам мастер спорта по боксу етін.
жалпы да. сен түрің Мейвезерге ұқсап кетсе вдруг мысалға опасно еді. ұйықтап жатырмын да, мама екеуміз бірге жататынбыз залда. Көзімді ашып қалсам қап-қара силуэт тұр. Бірдеңке кажется, наверное, десем, ағам бүйтіп қарап тұр ғой маған, ойлашы. Сондай вот Нокдаун деді ма? жоқ, мен бүйтіп уан жылы жаттым. мынау андай терапия болып отыр ғой, действительно. Мен бүйтіп жатам да ағама қарап тұрмын. Ол бүйтіп қарап тұрды, бүйтіп тесіліп, андай датовой денең суып кетеді ғой ше. Тұяқты қыз хуйня болып қала ма? Вообще, брат. Мастер спорта по боксу, как будто тұяқты қыздың көтін айырып жіберетін сияқты. Ағасына бүйтіп қарайды ғой, бүйтіп қарады да, аяғына қарайды да, аяғы тұяқ. Сөйтіп, короче, бүйтіп қарап жатам да, мама деп ақылайсың ғой, короче. Сөйтіп мама ақылайды, қашып кетеді, короче, ағам түсін ба? Сондай қашып кете ма ше? жоқ, кәдімгідей екі аяқтап Екі аяқпен былай. бөлмесіне резко жүгіріп қашып кетеді, түсін ба? Сондай, короче, әртүрлі нәрселер болады үйде, странностьтер көп, короче. Біреумен сөйлесіп атады, или там запискалар жазады, өзінің запискаларында описывать етеді, маған түнде келді, бүйтті, сөйтті деп ше. Мен оқи алмадым сол күйі, короче. И анау восковой не туралы айтайын деп жатқам ғой. Мен қалай білдім вообще, мен ағамның сондай ауыратын. Ағам сондай бір түрлі болып жүрді, 1-2 ай болды. Оқыттық, шоқыттық, врачқа, да, короче, отчитали, да, Құран оқыттық, и потом его блин, басынан деген звук. Сөйтіп, короче, врачқа да Жеңіс басынан айтады, басынан. Кәдімгідей психбольницаға барып емдедік біраз оны. Ол жақта да емделмей қойды, сондай болады. И бір күні бір мужик алып келеді ағамды. Қарасам ағам бүйтіп спокойно отырып қасында. Түнде жер үйдеміз, калитканы ашам, сақалды бір кісі тұр. Ассалаумағалейкум дейді. Уағалейкум. И мен ағам кіріп кетеді үйге, спокойно, вообще ондай болмады да ол. И маған айтады, вы знаете, что происходит с вашим сыном, дейді мамама. Не знаю, дейді. У него внутри есть бес, дейді, короче. Сөйтіп, мен бүйтіп қараймын да, что? Блядь, деймін, шығарып. Пожалуйста, не надо, деймін, короче. И ол крета жатқызады ағамды. И бүйтіп, Құран оқып атады, да, шекесіне қолын қояды. И мен ағам кәдімгі Эмили Роустағыдай болады, о түсін бе? Ойлашы, мен көзімше, мен соның бәріне бүйтіп қарап тұрмын. И ағам, короче, андай дауыстармен сөйлеп сөйтеді, короче. И мен соны қарап тұрмын, ойлашы. Мама қарап тұр. Біз В доме кто-то есть или может быть? И ағасының ішінен Алиса колонка алып шыға ма? Алиса жұт қойып тұр, айтпайсыңдар ма? Кішкентайым ба? Мен сол кісіге әлі күнге шейін ренжимін ше. Заходи деп мен кіргізгенде. Зачем? Сен оны көрмеу керек едің, иә? Мен вообще не хотел. Сен подросткісің ғой, енжендік. 11-демін мен. Ёшкин кот. Потом 13-ке толған кезде оны андай кісіге апарды. Атың кім деп оқытатын ше. Оны да ішіне кіргізіп көрсетіп қойған ғой. Ребят, мне стресса по жизни достаточно. Я уже видел. Теперь этот мужик вот так отчитывает. Вот это нам все объясняет, короче, түсіндіреді, басынан ұстап. Мен ағам бір нәрсе деп сөйлейді, жібер дейді, короче, жібереді. Ағам ұйықтап қалды сразу. И ана кісі шығады да, негізі осындай Құран оқу керек, бұл үйде көп сондай жақсы нәрсе істеліну керек, там қой сойындар туда-сюда деп айтады, түсіндіреді қалай емдеу керек екен. И просто рандомно. Сен мынау видеоны көріп пе едің дейді да, сол видеоны қосып береді. Саған ба? Саған? Я только что увидел то, что в моем брате есть сущность, и он вот так включает этот видос, я этот видос вот так смотрю, андай қатты конченый качество, өте громкие Құран или нашид там. Нашид музыка. Нашид, да, короче. И снизу надписи, короче, мен соны оқып атасың. Оқып атасың, ана угнетать етеді, ана қараған сайын ана қорқынышты. Ананы, прикинь, и мен жылаймын ғой, айқайлап ше сол жерде. Жаным. Я сейчас понял, что у меня такая травма там. Вот ты сказал про эту куклу, брат?
Без прикола. Без прикола. Ты сказал про эту куклу, брат, у меня холод пробежал, прикинь, по телу. бізде сол күні түнде мен сол кезде 12-13 Ұзақ ғой болып жылап кәдімгідей татау сол күні қорқып папа мамамның несіне андай спальняға кіріп кетейін деп жүрмін ғой араларына жатып алғым келіп жүр хотя уже андай шөпәтайына жүн шығып жүрген уже андай нормально болғанмын ғой анда Шөпәтай. Сен сонда возрастты сол жүн шығумен есептейсің ба? Он называет Жоқ, свой... сендерді Жоқ, қазір айтады, нешедесің деші? нешедесің? Ну, жүн нормально шығып тұрған кез. Сөйтіп айтып тұрған сияқты. Он называет свой Джуджун Чупатай. Чубатай деген қалай ол брус? енді барымша енді астарлап айтып жатырмын ғой Бүкіл жерге сондай ат қойып тастаса ше? Жоқ енді. Негізі Арстан деп айтасың ба? Жоқ, несін жасырамыз? Жүн деп неге айта бермедің деген. жоқ просто жүн емес қаяқтағы жүн десе чөпәтайдағы жүн деп айтасың Чубатай деген. Шөпәтай. Шүбәтай дейді, как будто жейтін нәрсе сияқты. Чупа-чупс деген. Шүбәтайдан ауыз тисеңдерші. Нан батырып жей беріңіздер, же как будто. Именно русскың Шөпәтайын жемеген жақсы жалпы. Шөпәтай көп жейтіндер десең. Ондайлар көп болып кетті тоже. Сөйтіп, Русеке. не сөйтіп сол мен де Сол Шөпәтайына жүн шығып жүрген. жоқ сонда айтып тұрғанмын уже подросток уже нормально әке шешенің комнатасына кіруге болмайды ғой ұят қой уже үлкенсің бірақ сол күні қатты қорықтым что түнде жүгіріп барып ана сондай уже детский нелерім рефлекстерім ойнап кеткен ғой жүгіріп барып папа маманың ортасына жатқым келді да до того өзімнің басымда еще мен жататын бөлмемен ұзын коридор мына жақта кухня тұрады Өте бай болған. Бай, мажориксің ғой сен. Комнатаң ұзын ба? Твою мать, қанша квадрат екен ол қайған? Ана жаққа дейін кетіп қалды ғой. Мен мына жерлерде тоқтаймын десем өтіп бара жатырмын сол. Ұзын коридордың ортасында тұрмын. Базар жоқ, үйлерің сөйтіп есептейтін дей ма? Үш аттасаң үйден шығып кетесің ғой. Бұлай да бұлай. мен досымның Тұяқты қыз келсе үйіңнен таба алмай қалады ғой сені іздеп. Жоқ, Қай комнатада жатыр Руслан? Қорқтай немен? уже қорқып кеттің ғой досымның туған апасы үйге келеді айтады алматыда үйіңе соғып кетеді 2-3 күн жатады короче анау мынау өтеді все деп апасы күшті сөйлесеміз шай тамағын беріп ана бір комнатада ұйықтатып жатқызып тастаймыз да төсегін салып өз комнатамда келіп інілеріме ұйықтап отырсам түн күште атып тұрсам Аниме көріп отыр ма? тап сондай осындай дауыс бүйтеді Не надо, Наруто. примерно осындай бір қытай қыз қатты қорқып жатыр бір страшный зат нагнетать етіп жатыр өйстіп атып тұрамын Аниме. деп отырғандай жайлап тұрамын Көрсеткенше. Шипатай ма? Шипатай? Шипатай секілді ма? Шөпәтай деген мынандай нәрсе, иә? Былай, мына жерінде екі жүн бар былайынан. екі жүн Рус Шөпәтай деп қоятын болып қой. шепетай нормально сөйтіп жайлап шықсам коридорға шықсам комнатадан шығып жатыр сол өзі ұйықтап жатыр ол жақта жайлап жақындаймын бүйтіп есікке қарай жақындап қалды деп өшіп қалады дауыстың бәрі ашсам ұйықтап жатыр просто жайлап бүйтіп ашып досыма звондаймын ғой Венера қуат түнде екі доспен сөйлеп жатыр брат десем өзі сондай бля біз үйде бәрі сондай құрсын нормально Өзі сондай, ты наверх қойшы, ана папа-талку бірге ғой. Брат, мынау не десе, ондай, Біз семьямызбен Спайдермен біз десе. ужасно Мен, в общем, анау видеоны ойлашы, көрсетеді да маған. Мен жылайын да, сен сияқты барып, мама, папаға барайын десем, папа түрмеде отыр ол кезде. Бұлай бұрылам, анау сақалды кісі көрдің ба, деп отыр. Мамама қарасам, мама, бро, я сама в ахуе, деді. Ща без меня, родной, деді. Мне самой надо отойти, деді. Мына жерінде чемодан тұр ма?
өздерің балалар. сосын не істедің ары қарай? Все, просто жил так с братом. Просто өмір сүрдім сөйтіп. Жоқ, әлі күнге дейін, короче, сенде страх бар. Менде қорқыныштар бар, бірақ мен оны кәдімгідей психологпен жұмыс істеп сөйтетін. Кетпей ме не ол? Кетеді, қазір жақсы болып қалған, басында вообще. Главное, жалғыз қалмасам болды. Жоқ, жалғыз қалған қазір. Психолог шешіп берді ме айтпақшы? Жай әртүрлісіне барып, бүйтіп нетесің ғой. Сосын кейбір кезде ситуацияларға кіріп кетесің әртүрлі. Сол қатты қорқасың да жіберіп тастайды, короче, барып. Дұқтың бәрін жинап, шкафты ашып, не ал, не деп өзім. Әйелім келсе, вот әйелім пайда болып, мен духовист болып кеттім. Ой, әйелінің қасында бүйтіп отырасың ғой. Жан, там какой-то звук десе. Қорықпашы деп ше. Спальнядан шығасың да, бісміллә. Сөйле. Әйелінің қасында герой, бірақ өзім қалсам жаман көп. Сол психолог шеше алма екен деп біреуіне бардым. Это бабушка, все деп кетіп еді, қытыған зат екен. Өзім түнде балконға шығып, шығасың, артында подъездің светі шамалдайын тұрады да, өшіп қалады ғой. Қараңғы балконда өзің қалып қоясың да, сол кезде қуат менің уже ойларым андай. Еще қараңғыға бір көріне бастайды бір нәрсе. Мен ауылда жүрген кезде мен всегда сүт беріп, андай бар апарыпса деп, ағаң үйіне, нағашы үйіне апарыпса деп жіберетін. Кешкілік 8-де сиыр сауады, үйтеді, пока сүт дайын болғанша 9 ол кеш батып кетеді. И ескі мектеп болатын. Ескі мектеп сенің үйің секілді андай ұзын, короче. Жіңішке былай ұзында, и андай 3 этаж полный терезе. Мен арт жағымен бүйтіп өтесің да, полный терезе. Заброшенный ма? Заброшенный емес, кәдімгі мектеп. Брошенный деген грустный екен. Брошенное здание. Анау ағаштар толып тұрады да былайнан. Ағаштар сен жол бойы былайнан мына жағында ағаштар, төбесінде қарғалар толып отырады, қар деп. И ортасымен бүйтіп кетіп бер адам қолымда пакет. Терезелерге қараған бар ғой. Пустой кабинеттің терезелеріне қарағаннан қорқынышты нәрсе жоқ қой. Ё-май. Қарамауға тырысасың. Өйстіп кетасың да. И ақ бірдеңе көресің ғой, бүйтіп. Көзің ағымен көріп жатсың да, бүйтіп. Мен ештеңе байқап жатқан жоқпын деген. Просто бүйтіп мұнараға дейін көтеруге күшін жетеді, бүйтіп. Андай сондай эмоцияларды испытывать еткеннен мен қазір мысалы үйде жатқан кезде просто жалюзи бүйтіп желдемен тық деп көрші комнатадан неметеді ғой. Бүйтіп қорқам да уже сондай нәрселерден. И мен просто прихожкадан свет жақып қоямын. Бірақ әйеліме просто если сен қазір уборныйға бір жерге шыққанда солып қалмау үшін деп әдейі айтасың. Ой, не деген көшті. Забота, қорқақ заботливый екен, я? Өзім үшін қосам, на самом деле, өзім үшін қосам. Прикольно. Сендер маған көп фобия қосып бердіңдер осы әңгімеге. Мен жалғыз өзім Алисамен тұрамын ғой. Мен қазір сөйлеспесем үйге барып. Бірақ мен Алисаны қазір қазақшаға аударып тастадым. Ода қазақша орысша деген функция бар екен ғой. Андай аз сөйлейді. Өйткені қазақшасы нашарлау ғой енді. Содан кейін. Бірақ былайнан егер үйде бірдеңе шығып Алиса тұңсаға текіле саған бүйтсе, Манс, ұйықтап жатсың ба? Я. Тұр, шай ішейік десе. Жоқ, ішпейсің. Суырып тастаймын ғой жынды ма? Бірген суырып тастар, не ол тұрады да. Ты че? Бірген сөйтсеше, мен айтамын, базар жоқ, өзіңді былай істей алады екенсің ғой. Тоқсыз да істей алады екенсің ғой. Жан масканы шешіп бүйтіп сөйлесе берейік деп айтсаң Бірген. Ондай аз қорқыныш. Мен бірақ анда басқа комнатада бірдеңелер шықырласа, мысық деп ойлаймын да, сөйтіп жата беремін. Хотя мысық мына жерде жатыр ше. Жо андай сықырлаға дегенге екі история бар. Екі история. Мынаны таңдаймыз. Да. Мынау я? Иә. Кішкентай кезде мынандай болатын, залда отырасың, как будто кухняда таңғыр бір нәрсе сынып жатқан сияқты жүгіріп барсың, бәрі тып-тыныш. Сондай моменттер болады. Жоқ, анау әлі күнге шейін түсінбедім. Бұл тез история. Жоқ, бұл мынау болды. Енді мынау. Мен салсам қызық, я? Смотря кімге. Жандай күшті. Саусағы 5 саусақ 5 түрлі дейді ғой. Бір-біріне ұқсай ма бірдеңе ғой? Мен былай амансам. Былай істелсең, шебер дейтін еді ғой. Шеберсің ба сен? Мен ба? Просто қолың қисық. Біздің әңгімеміз бар ғой, бір СДВ-гешниктардың әңгімесі секілді. Мен ашитсам бүйтем да, нағын ауысып.
екінші история. Мен саусағым бар ғой. Мына саусақ. ой ужас. Мына историяны айтшы, сонымен не болды? Мынау историяны айтам деп ашып. Короче, летний лагерьда жұмыс істейміз. Ущелье, атын ұмытып қалдым, короче. Ущелье. Екі таудың ортасы, короче, қараңғы жер, соттың связь ұстамайды, сондай жер да, короче. И балдар, иә, вожатыйлар, короче, кайфовать ететін барлық балдар ұйықтап қалса, ішетіндер бар, бүйтетіндер, сөйтетіндер. Бүйтетін айтпай ақ қойын да. Сөйт, ар жаққа барады да, короче, мынандай жер бар. Балдар телефонмен сөйлесу үшін бүйтіп, короче, тропинкамен барады да, тауға көтеріледі ше. И ол түнде вообще свет жоқ ол жерде. Дөм жоқ, қап қараңғы, андай қараңғы болды, қолын бүйтіп көтерсе. Тас қараңғы. Тас қараңғы, міне, мысалы. Сөйтіп, ол жаққа бір жігіт кетеді. Хотя неоправданно тас қараңғы дейді. Иә, тас қараңғы, топырақ қараңғы десің. СВГ болмай қояқ та. Иә, сөйтіп. Ана жігіт, короче, бір жігіт болады. Ана ішет, сосын андай-мындаймен, короче, кетеді. Мен сием дейді да кетеді, короче. Болды, хорошо дейміз, бәріміз отырамыз, бой ұзын бала. Кетеді, короче. Біраз уақыт жоқ, сүйіп жатыр. Сүйіп жатқан шығар, короче. Бір кезде жүгіріп келатыр. Айық кеткен ба? Бет қарап келатыр, қарап тұрып та жүгіріп келатыр. Штаны ашылып, бұлай ұстап келатыр. Шүпәтай сыртқа шығып кеткен. Жақсы болды онда Шүпәтай деген. Рахмет. Алсам болады ғой. Бәріміз осы сөзді алып. Бәрін алыңдар. Всем по Шүпәтаю! Сөйтіп, анау жігіт жүгіріп келатыр, ойландыршы, бет қарап келатыр. Анан бетінің цветі уже андай глинаның түсі сияқты болып кеткен ғой, сұр ғой, ойлашы. Жүгіріп келатыр. Сөйтіп, осылай. Шүпәтай сыртқа шығып кеткен, прямом смысле. Түсіндік оны, иә. Жоқ, сен сәлден кейін Шүпәтаймен бізді ұрады сияқты. Жоқ, бұл Жеканың айтып атқандағы историясы. Мен Жеканың түріне қарап тұрмын ғой енді, историядағы. Анау жүгіріп келатыр. Жеканың көзі тек қана Шүпәтайда. Басқа ешқандай уточнение айтпай ма? Басқа неге ол қайталап Шүпәтайды айта береді? Мен білмеймін. Үлкен 25 жасар мужик Шүпәтай сыртқа шығып жүгіріп келатыр. Все, беті глинаның. Қарайсың ғой енді? Главный факт қол. Қарайсың. Все. Дейсің ғой сразу. Мойындайық. Любой Шүпәтай шығып тұрса қарайсың. Все, по-любому. Он Шүпәтай еще, Шүпәтай ма, Шүпәт ма? Шүпә ма? Сосын, кет. Сөйтіп жүгіріп келатыр. Сөйтсе мынандай болған екен. Ол, короче, қараңға кіреді. Сөйтіп жаңа сиіндеп жатыр, бүйтіп. Сөйтіп үстіге қараса, аппақ киініп біреу бүйтіп кетіп баратыр дейді. Бүйтіп қарағанда, кто там ходит? Че не спишь? Какой отряд? Деген. Үндемейді. Я тебе говорю, деген. Яно бүйтіп тоқтат дейді. И маған қарай былай бұрылды дейді. Мен қарап тұрмын дейді, аппақ дейді. И маған қарай. Тау ана жерде жаяу қиналып жүретін жер ғой. И тез түсе бастайды дейді ғой, таумен ойлашы. Как будто мен былай елестеттім, как будто гироскутермен түсіп бара жатқан. Плавно бүйтіп. Ойлашы, сөйтіп келатыр деп, уа дегенде бізге қарай қашып келген ғой. Ойлашы, бәріміз сол жаққа барамыз. Ешкім жоқ, сол кей сол жынды деп ойлап жүрсің. Но бірақ Шүпәтай шықты сыртқа. Жоқ, бұл жері қорқынышты болмай қалды. Бізге Шүпәтай қызық болып кетті ғой. Қыздар да бар, ар жақта вожатыйлар еще. Сорлы бір аптадан кетіп қалды, байқұс сол историяда. Конечно, қалай жүресің уже болды ғой. Болды. 30-дан астық, андай қылмаймыз. Ондай нәрселерге сенбейміз. Қорқынышты. Кетіп қалды дегенде, типа, сол же лагерьдан ба? Аха. Ұялып кетіп қалды ма? Ұялып емес, қорқып кетіп қалған шығар. Ұялып па, қорқып па, білмеймін. Ұялғаннан қорыққан шығар. Или қорыққаннан ұялды ма? Ну, әркім өзінікін қабылдап ала беріңдер. Бірақ сен айтпақшы, типа, бас жасымыз осы келіп айттың ғой, болма сенбейміз деп. Мен кейде машинада өзім кетқан кезде түнде андай не ойнап кетеді, фантазияларым ше, деп андай машина несіне қарау қорқып кетесің ғой, нефте бля, как будто біреу қарап тұрған сияқты.
Жоқ бүйтіп қарайсың бүйтіп біреу әшейін бүйтіп отыратын сияқты. иә отыратын сияқты сөйтіп еще мен андай немін топографический кретинмін жестко ше. Қандай? Мен топографический кретин, мен қайда жүргенін білмеймін ешқашан. Ориентир жоқ. Чисто ту кезген бүйтіп отырамын, осылай әдемі осылай. Жол жаттамайсың. Жол жаттай алмаймын. Мен нағашылар бәрі сондай, мамам бәрі соны Топографический кретинизм. Ақтөбеде бір жерге жұмсап жібереді, барам и жолды айналдырып алып келеді да. Бүйтіп и так көзім қорқып кетті, светтерге кетіп қалып, қалаға кіре алмайды, бүйтіп тоқтап қалсам, башым айтам, моланың алдына келем ғой. Үлкен моланың алдына алып келеді. Қатты қорқамын мен де. И ана қарасам карта бүйтіп моланың жанынан айналдырып алып келіп қалаға кіргізіп тұр ана. Тек қана жаяу прикинь. Чисто айдап кетасың и бүйтіп мола тағып жаныңда. Пушмойт кетіп, сол кезде жаңағы өстім демекші. Сенің екі ұлың бар деген сөз андай. Мына жерде ұсталады, екі ұлың бар, ұйқыма. Ертең осылардың алдында сен папасың деп түшіп жүресің ба? Нормально, екі ұлың бар, ертең оларға пісіле, екі ұлың бар. Анау Екі ұлым бар, о, призрак, солай. Қанша бүйтіп, деп отырсам да, екі ұлың бар деген зат, ана бүйтіп балансты стоп алып келіп, қалаға кірген кезде, деп басқа машиналарды көрсең мәзі деп жаққа жақындап қалған кезде түгей сөндіріп тастайсың, құрсын білемін ары қарай. Жоқ, прикольно бүйтіп. Мен әйелім еще отморозок ше, сондай жағынан ұтылып қаламын всегда барғанда. Бір күн Боровойда жүрдік та, андай бір найқы бұрыла салшы, әдемі екен деді. Ішкі жолдармен жүріп кеттік, андай тал да ұзын. И қап қараңғы жер фар ғана көрініп тұр, болды, мен уже анау жындардың темасынан ма. Қазір бір нәрсе шығады ше. Әйеліммен шыққа екен бірақ қояды. Біз ажырасып жатырық. Мен штаным жуып жатырмын. Ішкі бәтем шығып тұр десеңші. Все. Мына жерім слишком көп. Сол кезде әйеліме бүйтіп қарап қалсам, әйелім, блин, капец классно да тіпті. И всегда сондай болған да. Американский горки сияқты нәрселерден қатты қорқамын мен. Вообще андай. Мен уже шал болып қалғанмын ғой, түсін ба? Ол 2002-да, блин, давай что-то замутим деп тұрады. Мен айтамын да, бір шай ішіп қайтпадық па деп. Андай американский горкиға бір рет мен қинап мінгізген анау видеоны көрсең енді айта алмадым. Тауып бере аламын, негізі мына жаққа вставлять етіп жіберсеңдер болады. Андай кәдімгідей әйелінің көзінше қатайып алғам ғой, бірақ түрім қайтып кеткен ғой. Нормально. Жан, держись. Жек көремші. За деньги. Ақша төлеп өз-өзің страшно қорқытқан не ол? Анау нелер ше? Кіресін деп қорқытатын аты қандай? Квест на. Мен вообще бармаймын квест дегенге. Вообще бүкіл мен достар мыңғырық рет шақыратын. Өлдім, жоқ, мен біреуді ұрып жіберетін сияқтымын мен ше. Біреу бірдеңесі аниматор кіргізіп. Өзің ғой алдыңнан шыққан. Мені бір рет солай квестке шақырған. Сөйтіп заданиялар орындап жүрміз, 4-5 орындап жүрміз ғой. И сосын бір задания келіп қалады ғой. Ана комнатаға араларынан біреу ғана барады дейді. Сөйтіп, бәрі жан-жағыма қараймыз, қыздар бармай, ұлдар деп сулифа істейік дейді ғой. Сөйтіп сулифа істеп, көрініп тұрғанда жоқ сулифамыз ше. Сулифа деген кезде аңсаған сен деді ғой. Сөйтіп, мен ба не дедім да. Сөйтіп кіргіз жібереді ғой комнатаға. И ана комната негізі тығылыспақ ойнаған кезде көзіңді жұмсаң, бүйтіп жүре бересің ғой, үйдемін ғой деп. Ана жер дәл сондай, просто үйде емессің, айдаладасың да. И жайлап бүйтіп, ана бұрыштағы бір жерге шкатулканы ашасың, шкатулкадан бір кілтті аласың да, обратно аналарға шығасың ғой, короче. Сөйтіп ана бұрышқа барам дегенше біреу аяғымнан ұстайды. Тебе не? Бірден, мен бар ғой, мен негізі, мен емес алып келген мына жарды. Бірден не деп сөйтіп барып, шкатулкамен бірге алып келдім ғой. Зачем оны ашып оны ше? Шкатулкамен бірге көтеріп, мынаның ішінде, короче, деп. Сөйтіп сондай. Бұның барлық әңгімелердің түйіні, бағана жалғыз келе жатқан кезде бірдеңе дейді. Қорыққанға қос көрінеді деген тамаша сөз бар қазақтарда. Аңсаған сен вообще. Қорыққанға қос көрінеді дейді. Міне бұлай бір сияқты, бірақ екі. Міне, неше саусақ көптісің? Екеуі? Деген сияқты ғой. Сондықтан маған ондай темаларды айта бермейміндер, страшилкаларды. Мен үйге барып қазір, алло, Рустен қалайсыңдар? Жека, саған не көрінетін еді жаңа?
еще сен жалғыз тұрасың бұл ғой. ештеңке уайымдамайды ше, как раз. Как Хотя раз. бы қорқсын. Как раз. Иә, жақсы как раз. Рахмет. Алисаң да абайла. Маған бір уайым қосып бергендеріңе рахмет. Құрсын аты. Алисаны суыртсайын да сатшы беремін ертең. OLX-ке салып, сөйлемейтін Алиса кімге керек? Тілеген кәдімгі ұйқыңға көтті ғой. Жас келді ғой енді. Арасында есінеймін. Шай ішкім келеді отырып. Мен бұрын шай ішу дегеннің кайфын түсінбейтінмін ғой. Бірдеңе болса үйде шай іше беретін еді ғой. Сәл бір. Жаңалықтар басталады, жарты сағаттан кейін онда шай ішіп алайық. Вообще керек емес, екі фактор ғой. Ішейікші дейтін. Я бит новый аяқ киім алды. О, шай ішіп берейік та. Любой нәрсеге. Или просто шай қойып жібересіз дейді да, просто шай қойып жібересіз. Мен кішкентай кезімде шай ішпесем басым ауыратын еді уже. Шай ата әжеме шай іше бергенмін ғой. Кішкентай кезінде шал болып кетіпсің ғой. Кішкентай кезімде шауып кеткен ғой. Руслан шал. Шай ішпесем басым ауыратын еді бұрын. Бізде андай прикольный эмоциялар бар менде. Шай ішу дегенде мысалы папа, мама, інім бәріміз шай ішіп отырамыз. И столдың басында мысалы базарға барып келдік, киімдер алып, бір үстіңе көйлек, астыңа бірдеңе алып, туфли алып, шай ішіп отырамыз да мама отырады да. Папаңа көрсетші не алғанымызды дейді. Басқа комнатаға барасың, киесің да, олар бәрі шай ішіп отырады, сен ана жерден былай жүріп подиум жасайсың, короче. О, жақсы екен. Папаға вообще наплевать қой негізі андай. Жақсы екен, молодец деп. Сөйтіп, неше түрлі киімдерді киіп көрсететін едік. Осындай балалықты армандағам кезінде. Ана Детский травма болды. базардағы киім алу ше. Біз кішкентай кезде русқа айтып қойық. Базардан киім алатын болсаң. Жоқ, былай істейік. Базар деген не екен айтайық. Базар деген не екен? Сен үйін секілді ұзын мынандай ряд болады. 7-8 ряд болады сондай. Адамдар киім сататын андай ұзын таяғы болады, алып беретін. Сосын андай картонканың үстіне киінесің. Картонка деген. Десең. Картонка? Даже ширма жабылмайды да. Просто стриптиз көрсетіп атасың ғой бәріне. Әне анау курткамен бүйтіп жауып тұрады денеңді. Бірақ Скажи это. қалай еді анау? Шүпәтай. 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 Шүпәтай, покажи. Пожалуйста. Шүпәтайға қатты реклама болып кетті. Каждый жексенбі базарға баратынбыз. Білмеймін бір. Каждый жексенбі баратын мендер. 2000 жылдары андай бір Что-то 99 алып беріпті үйдегілері. Базарға воскресенье сайын баратын. тоже воскресенье сайын базарға баратын. Үйдегілер воскресенье сайын ол кезде как-то бір жағдай более-менее стабильный болған секілді көбінде ше. И баратында каждый воскресенье барғанда мен шаршайтын. То есть мен демалмаймын. Каждый воскресенье еще мен мамам андай ғой. Бүйтіп келіп, мынау қанша тұрады, осындай деп алып кете салса жарайды ғой. Барлығын как будто бірдеңе выгода жіберіп алатын секілді бәрінен сұрап шығады. Хотя кірген кезде ана жердегі кісі 100 теңге деген. Бәрінен сұрайды да, бәрін айналып кетті, мына жердегі нормальный екен дейді, соны алады, короче. И сен пакеттермен жанында жүресің. И мен қатты шаршайтын. И бір күні уже жағдайымыз төмендеді да, уже воскресенье сайын базарға бару деген жоқ. Чуть-чуть кедейлен қалдық та, и мен қатты қуандым соған. Біз кедейлен қалғанымыз. Сен сұрап алғансың ғой соны. Мен арқамда кедей болдық қой. Мен тілеуімнің арқасында кедей болдым қой. Тілегенсің ғой дейсің. Аны бізде де. Өмірде жалғыз единственный может менің бір тілегім андай орындалуы мүмкін еді, и мен соған жұмсап қою мүмкін. Каждый воскресенье базарға бармай қойшы деген тілек. Жақсы орындалды да? Мен жылына 2 рет баратын базарға. Біреуі 1 сентябрьдің алдында. Екінші қыс басылайын деп жатқан кезде. Өзі 2-ақ сезон ғой өзі. 1 сентябрьдің алдында форма аламыз дейді да. Бәрін айналып келіп, ладно, алдыңғы жылғысын кие берді. Зимний сезонка дейтін бар еді ғой. И сосын зимний сезон алдында қыстық куртка. Ол жерде куртканың әдемі болуы емес. Короче, бүкіл жерін қымтап жабу керек қой, короче. Бүйтіп, мынандай көрініп тұрса, болды тоңбайсың дейтін курткалар болады ғой. Пухы бар, еще оны алдынан жабатын бірдеңе, короче, сондай куртка алатын кезде. И мынандай нәрсе болатын. Всегда бір киім аласың ғой. Мысалы үшін бір жерден барып кроссовка алдым ба? Бір 7000 теңге кроссовка алдым ба? Болды. Одан кейін сен кроссовка көретін бутиктерге бүйтіп өтесің. Жоқ, қарамаймын.
менікінен де күштілер қазір табылып қалады деп. Бүйтіп біреуіне қарап қалсаң күшті кроссовкилар тұрып қалады ғой енді. Всегда бүйтіп дальше уже көтін қысып жүресің ше. Но мен бала кезде сол бір мектепте оқып жүрген кездерде жігіт болғаныма қуанатын. Потому что қыз бала болу андай қиын да. Мысалға қыз бала базардан барып киім алады ғой тоже. Басқа да қыз дәл сол киімді алып қойып бірін-бір мектепте көріп қалса, анау стресс қызда. Бізде жігіттерде психология кішкене басқа ғой. Дәл мен секілді көйлекпен или красавчик. Сенің вкусың күшті дейсің ғой. Екеуің лучший дос болып жүресіңдер ғой. Біз братпыз. Сол жағынан маған ұнайтын. Андай жігіт болған. Жоқ, мектепте ондай қыздарда, мектепте болды ма екен қыздарда? Мектепте формаларда бірақ анау алтын көз дейтін сияқтыларға әдемі болып келетін қыздар. Сол кезде екі бірдей киім қаған одноклассницаны көрдіңдер ма? Жоқ, конечно. Жоқ, ондай өте редкісінде болып тұрады. Бізде болған ғой просто. Қалай болды? Екеуі осознанно сөйтіп киіп келді. Егіздер еді да. Физкультура кезінде қыздардың барлығы сыныпта киінеді да киім ауыстырады. Бізді туалетке жіберетін ғой. Біз барып туалетте киім ауыстырады. Қыздар класста киінеді, сен раздевалкаға барасың. Сендерде өздерінің раздевалкаларың болған шығар, каждый да, андай. Олдары бөлек, қыздары бөлек. Менде соны крутой мектепте оқығанмын мен. Да? Менде былай болған. Менде кішкентай кезде наоборот кедейлеу өтіміз. Базардан барып киім аласың. Бірақ қандай кедей болсақ та мама таңдатқызатын маған. Ешқашан андай болмаған. Нан аласың болды деп. Күшті, молодежный, қымбат көрінеді, күшті де киіндірмейді да. Жоқ, өзің таңдайсың, сен қуып отырсың ба уже? Қуып отырмын. Жоқ, дауыс естілді маған да. Нормально. Бізге естілген жоқ. Сендерге де естілді ғой, Сен андай базарға барасың, бір киім аласың. Бірақ бір жағынан мамаң қатты саған таңдау берген кезде ол да жаман екен. Мен всегда басына кресап сатып аламын да, жылаймын соңында. Мама айтады, таңдадың ба? Киесің соны. Тура выходта әлемдегі ең әдемі кроссовки выходқа қойып қояды. Базардан кетіп бара жатып, жылап кетіп бара жатасың. Сосын бірақ мама тема жұмыстарға тұра бастады, бірінен кейін біріне. Сөйтіп жаймен ақша көтере бастады да, андай типа супермаркетке бара бастадық біз. Айына бір рет. Супермаркет? Супермаркет. Типа Магнум сияқты. Продукт алуға біз базарға емес, супермаркетке бара бастадық. Мен супермаркет кіріп кроссовки іздеп жүрмә деп ойлағанмын ғой. Жоқ, ондай емес, слишком. Ана неге барасың? Айына бір рет мама зарплата алады, білем. Тура зарплата. Айына бір рет алады ғой біз бәрі. Анау зарплата алатынға қарай максимально 5 алуға тырысасың ғой ше. Чтоб зарплата түскен кезде как раз менде жақсы бағалар, жүр супермаркетке барамыз, и өзіңе бір нәрсе аласың дегенше. И айына бір рет андай чипсылар болады бутылкада. Сондайды алатын. Принглс па? Қош, Принглс жек көргенсіңдер ма не өмірде? Андай қатты кедейлену ма не біздің программа? До конца кетіңдер. Біз уже нешінші выпуск кімнің ең ебанут өмір сүргенін анықтай алмай келатыр. Кім бірінен бір өткен нашар бишара екенін. Мынау уже бір үшеуміз ғана қатысып отырмыз еще. Руслан уже бір жүк ойлап тауып отыр. Үшеуміздің біреуміз точно үшінші орын алып тұрық уже. Рус наблюдатель. Просто судья. Бог тебе судья. Ой. Жоқ, мен 15-ке дейін қатты қиналдық та, 15-тен былай қарай мама плотно жұмыс істей бастады. Мама да служебный машина пайда болды. Оны ала сап жабыстырып тастансың ғой сразу. Брачкалар өзіңді қойыпты. Өзіме тартқан ғой. Сөйтіп анда жаңағы не етеді да. Супермаркетте Принглс алдыңдар. Супермаркетке барасында, анау Принглсқа шейін дірілдеп барасында, оны айтып қойдым ғой. Болды, сол Принглсты аламыз. Все, рахмет. Жека молодец, Жекаға шапалақ соғып қойып. Жоқ, базары жоқ енді, Принглс деген уровень ғой енді. Мектепке дейін азанда мамамен блютузбен өлең қосатынбыз да. Осы өмірдегі ең бақытты екі момент. Азанда мама мектепке апаратын мен. Мектепке бара жатып аукспен өлең қосам да, рульға отырам 11-ші класста. Мамам қасымда отырады. Дата андай, маманы уговорить етіп аламын любой нәрсеге. Мен қатты жақсы көреді да. Любой мама өзінің баласын жақсы көреді ғой.
жоқ кейбір мамалар просто ештеңе істеткізбейді а бұл істеп бүйтіп уговорить етіп жатрсың ғой. Ты такой экологичный, бро. Да, спасибо. Они просто... жоқ Он просто из бедной жизни, бро, он не понимает. жоқ ол даже істеткізбейді істеткізеді болғанмен ол жақсы көреді ғой. Біреу жақсы көріп істеткізеді, біреу жақсы көріп істеткізбейді. О, Бәрі мынау жақсы гений. көреді ғой. Барлық мама өзінің баласын даже андай қыздар қарамайтын бір онша емес түрің болса да алтыным менің красавчигім деп айтады ғой. Мамаң үшін сен всегда красавчиксің. Мен мамам всегда солай айтады. Саған тәтті жегізбеуі мүмкін. Кішіпәтайың Нормально бәрі. жаңағы. Орында. В общем, машинаны айдап барасың, ана 50 центтің өлеңдерін қосып. Йо, Мама уже жаттайтын ана өлеңдер. Ту енді өлеңге бол өйтпеш. Өзің 50 цент тыңдайтынсың нормально. Максим Құрмаш Махан. 50 цент тыңдап барасың, короче, мама қасында отырады, тоже билеп, андай қолдап ше. И екіншісі мектептен келем, мама обедке келеді. 1 сағатым болады, тез тамақ дайындайсың да, мамамен отырасың да. Мама келген момент чай-пай дайын тұру керек, мама келеді. Момент екеуміз немен телевизордан или бір жақтан бір нәрсе қосамыз да соны қайып тамақ жейміз. Мынау күшті енді. Мынау енді лайк. Менде осындай мамамен өсек айтатын 1 сағат қой өзі. Класстағы бәрін жамандап ше. Менде аптасына 1 рет болатын. Мен интернатта жататын ғой. И суббота күні кешке келіп, сөйтіп воскресенье таңертең оянған кезде андай қуырдақ істеп қояды ғой. Күшті интернатта басқа тамақ жеп жүрсің, үйдің тамағын салып, сол кезде өсек жіберіп бүкіл 1 апта бойы зато сондай күшті әңгіме айтатынбыз да. Мен сол үшін интернатқа жатқызды, ол да жақсы. Чем андай. Ана мамамен сөйлескенде да харизмаң өзгеріп кетеді ғой ше. Мамам подружкасы болып ше. Бай, олар ма сөйтті ма не? Қосылып, жамандап ше бәрін. Иә, мам. А мен анда каникулда 4 каникулдың 4-інде де жібермейді әке-шешеге. 2-інде жібереді ше. Сол кезде жіберген кезде мен Шалқарда ата әжемен өстім ғой. Сөйтіп қыста или жазда бір 5-6 күнге жібереді. Сол кезде барып мамамды құшақтап жататын едім, айтатын едім, мен сені негізі жақсы көремін, сені сағындым деп. Блин, мне реально плохо стало. Сен ата әженің қолында өскенсің ба сонда? Сен мама папаңды атымен атамайсың ба? Жоқ, мама папа деп айтамын. Мен тренировкаден кішкене ауыртып алдым, из-за этого жүрегім ұстап жатырмын. Ладно, не скрывай. Жоқ. Слабый болу ештеңе алмайды. Жоқ, күшті екен, бір-біріміздің осылай травмалармен атысамыз ба сонда? Бүйтіп жайлап мен папам жоқ. Жоқ, бірақ қанша Папам жоқ. Жоқ, қанша мысалы үшін балалығымыз әртүрлі болса да, примерно осындай күшті андай моменттер болады ғой балалық кездегі. Күшті екен осылай айтып отқанда сендердің шынайы бет бейнелерін көріп отырмын. Әйтпесе, былай қарап тұрсаңдар, Руслан-тай, ЖК Фэт, Лекен, Еркінбеков сендер ғой. А былай осындай әңгімеде, не әңгіме жобасында бәрің андай уют болып тұрсыңдар. Уют дейтін сөз бар ма? Бар ғой? Иә, жақсы айттың. Уютный, иә? Нормально. Уют. Комфорт болыпсыңдар. Уют емес, комфорт. Ну вы такие сладкие шипатайчики. Но это было лишнее. Мен де орысша сөйлей аламын. Что? Өлтіресіңдер, иә? Кім тұяқ? Байқандаршы қазір, любой нәрсені. Сындыр, қират. Жаудың малы ғой, жаудың малы, қират. Мамалардың анти айтатындар сондай прикольно ғой. Бірдеңені быт істеп жатсаң, сындыр, я, болды я, деп желанияң кетіп қалады ғой соған. Мусор төгейін деп жатқанда, мусор пакет жыртса, бүкіл жер шашпадың ба? Мен мамам никогда сөйтпеген, прикиньте. Мен бір нәрсені сындырсам, айтады, ничего страшного. Ештеңке жоқ, давай жинап тастайық. Осындай дейтін мамам. Мен мамам ничего страшного. Бірақ әр бала бізбен құрдас балдар бәрібір оны көреді. Мен мамам ондай емес болса да, мен ауылға апаның қолына түскенде өріктің бәрін жина. Сен бала осы бар ғой, көп сөйлейсің бар ғой. Бар қора жина деп. Жаным апам марқұм. Бірақ сондай жұмыс істеткізгенде ше, андай мен қатты сөйлейтін да,
андай не біз бәріміз апамның үйіне келіп жұмыс істейміз, келесі апта бәрін біздің үйге келіп жұмыс істеңдер деп сөйтетін ба. Апа шокта ғой, қалай сен маған қарсылық нәрсе айтып жатсың? Тебя убью, блин, сейчас деп ше. Сондай аузы ашық бала етін. Өткен мен андай мамаға келетін, тамақ жейін деп жатсам, қолыңды жу дейді. Мен тұрам да, неге деймін. Мама тұрады да, қолыңда мынандай микробтар болады. Андай нанның қоқындарын алып, бет микробтарды ойнатып, көрсетіп, олар бет кіреді, сен жегенде аузыңа кіріп кетеді, сөйтіп ішінде ауру пайда болады, сөйтіп андай болады дейді. Сөйтіп тұрады да, қолың жу дейді. Мен тұрам да, мақұл деп бар қолын жуам. Мама всегда сондай етін. Барлық оның абысындары мамаға қарайтын да. Маманың сондай болған үшін баланы мнениемен тәрбиелеп жатыр. Андай. Мен сол үшін жақтырмайтын сияқты бар андай. Слишком бақытты мынау. Ауылға алып келші осы баланы. Поляға жатқызып жаңа, поляға шөпке қарап, 2 гектар шөпті аударткызып. Мама, тут всем похер на мое мнение. Дейміш. Папа звондаймын, папа түрмеде. Папа, мен жұмыс істеп ауылда бүйте ма? Қолын жу дейді. Неге десек, көтің тасқа еге. Бар жуыны. Мен туыстарым маған ешкім ештеңе айтпайды бұлай в целом. Бірақ апам вообще ештеңе айтпайды. Апамның бала кезде, короче, мені қорғай алмаған бір сәті бар, и маған андай ештеңе айтпайды, короче. Любой мама өзінің баласын көбінесе дұрыс сабақ оқымағанда ұрады ғой. И мама мен басына мынандай жерден бүйтіп ұратын, короче. Білмеймін, мына жер чуть-чуть былай ойық қазір деп. И бір күні апа ауылдан келеді. И апа осылай енді отырмын, мына жерде отыр. Мен мына жерде кішкентай стол бар, сабақ қарап отырмын, жылап отырмын, короче. Мама келеді да, бірдеңе 9+4 неше? Білмейсің ғой сен 9+4 неше екенін, ұмытып қаласың ғой. 13 қой. Просто сені ұрады. Мама ұрады. 9+4 неше дейді, ұрады. 9+4 неше дейді, ұрады. Сен жауап білмейінше, просто ұра береді. И сөйтіп, бүйтіп ұра тұрады да, білмеймін, бірдеңе істеуге бүйтіп басқа далаға қарай шығып кетеді. И мен апаға қараймын ғой бүйтіп. Типа көзімен көмек сұрап жатыр. қарсашы мені деген секілді. Апа бұлай жаны ашып отыр, андай көрініп тұр, көздерінен бұлай. Бүйтті, бірақ үндемейді. И келеді. Оны іш деп те айтпаймын даже. И апасы 12 десе апасы. Апам өзінде бір 5-6 класс оқыған шығар кезінде. Өзінің травмалары шығып. Сөйтіп, жасымыз өскеннен кейін, әлі күнге дейін ауылға барам ғой. Барған сайын, апа, сол кезде неге қой деп айтпадым мамаға деп, әлі күнге дейін предъявлять етем ғой. Әлі күнге дейін. 80-ге келді ғой апа. Не дейді апа? Шақырып аламын да, на картаға отырамыз да. Злопамятный екенсің. Не дейді апаң, не дейді? Ондай болған жоқ дей ма, не дейді? Жоқ. Енді ол кезде енді солай болды, енді мамаңа ешкім қой деп айта алмайды дейді ғой, деп сөйтті. Қызықсың сен де 13-ті білмейін. Бізде дәл сондай, мен қарындасымды сөйтіп ұрсып бояғандай сұрайды ғой, нан қойсаң неше деп. Мен де жырындымын ғой. Енді бізде, мен арамыз 2 жас қой. Уже білмейді, братчика аға сияқты ұрап төбелесе бересің ғой. Қазіргі сәл андай ұруға болмайды дейтін. Ол кезде болатын сияқты болып отыр. Джеки Чанмен төбелесіп жүрген секілді төбелесесің ба? Одан да қатты ше. Досбалдарынан қатты ұрып ше оны. Ол да сені аямай сөйтіп екеуміз күшті өсіп ұрысып тебісіп өскенбіз ғой. Сөйтіп ана комнатада 9+4 қанша деп жатқан анам жауап бере алмайды. 13 мына жақта мен ақылсынып отыратынмын ғой. Типа аңсаған сияқты оқымайсың ба бірдеңе. Кейін маған жетіп алды ол. Сөйтіп мен тупой бола бастадым. Өмір алма кезек екен ғой. Әркімді бір тупой қылғызады екен ғой. Бұл өмірде әрқайсымыз по чуть-чуть тупоймыз ғой негізінде, А чуть-чуть. Конечно. А чуть-чуть дейді мысалға. По чуть-чутьқа идеально кеп тұр да просто. Қашан айтасың оны? Volkswagen жүк. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, құрметті достар. Сіздермен бірге болған аңсаған ЖК Чупатай. Тілеген еркініп кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.